Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Бүгін осындай логотип жасаймыз. Бұл логотипті жасау үшін осылай қойып аламыз, қалыңдығын көбейтеміз. Азайтамыз сәл. Деп айнаның екі шетін белгілейміз де тартамыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Енді бұны жоғары көтереміз. Мінекей. Бұның заревкісін өшіріп тастаймыз. Осылай. Енді жерге линия қою керек. Осылай көшіріп аламыз. И Ctrl-D деп басамыз. Окей, осылай. Осылай қоямыз. Окей, аламыз объект разобрать дейміз, окей дейміз. Объект разобрать, окей. Осылай белгілеп шығамыз. Мынаны объект разобрать дейміз, окей. Осылай. Мынаны алып қалай болады? Бұны осылай тұра берсін. Окей, достар, осымен логотип жұмысымыз дайын болды. Осылай қойып қоямыз. И ортасына жерге осылай белгілейміз. Артық мына жерде элемент шығып кетті. Окей, осылай қойып қоямыз. Окей, все, ортасына Бразилия деп жазып қойсақ. Каса. Шрифт. Мінекей достар, осымен біздің логотип дайын болды. Сейчас переобразовать в кривые. Осылай қоямыз. Вот енді осылай қойып аламыз. Задний фонын қоғат жібереміз. Пипеткімен пипетке просто ақ түсін аңдаймыз. И осылай ортаға қойып қоямыз. Мінекей достар, осымен логотип дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз. Төменде Instagram, TikTok парақшам бар, сол жерге тіркеліп, маған жазсаңыздар болады.